Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаздың күні көп жасалатын тағамның бірі осындай голубцы сорпасының оңай әрі жылдам жасалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бізге керек болады тартылған ет, пияз, болгар бұрышы, картошка, пияз, қызанақ, сәбіз қажет болады. Алдымен пиязымызды жұқа майда етіп турап аламыз. Қажетті көлемін описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді кезекте майдалап туралған пиязымызды фаршымыздың ұсақталып туралған етімізге салып, үстінен күрішімізді салып, татымына қарай қара бұрыш, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып, алдын ала тазаланған болгар бұрышына салып шығамыз. Аса қатты тығыздамай, өйткені бізде күріш піспеген. Суға салған кезде піскенде ісініп болгар бұрышымыз жарылып кетпес үшін аса қатты тығыздамаймыз. Мінекей біздің болгар бұрыштарымыз дайын болды. Енді кезекте сәбізімізді, картошкамызды аса майдаламай, мен картошканы осылай төртке бөлдім. Өз қалауларыңызша осылай турап шығасыздар. Ендігі кезекте табамызға суымызды құйып, біраз қасықтай тұз салып, жаңағы дайындап қойған болгар бұрыштарымызды салып шығамыз.
менде кастрюлем кішкентай болып қалды. Сол себептен үлкен қазанға аударатын боламын. Мінекей, үлкен қазанға аударып, осылай алғашқы бір қайнаған кезде көбігін алып тастайсыздар. Байқағандарыңыздай, ешқандай сұйық май құйып қуырған жоқпын. Қайнатпа көже сияқты осылай қайнатып аламыз. Фарштың өзінің майы шығып, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, фарштың өзінің майы шығып, қызанақпен қызарып өзі. Осылай біздің голубцы көжеміз дайын болды. Енді татымына қарай кез келген бульон, приправа қоссаңыздар да болады. Ол міндетті емес, өз қалауларыңызша. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ғалия.